Бүгін біз танымал әнші Димаш Құдайбергеннің әкесі Қанат Айтбаевтың бала тәрбиесіне қатысты ой-пікірлерімен танысатын боламыз. Бала сенген дүниеге ата-ана да сенуі керек. Қанат Айтбаев. Бала үшін әкенің мектебі бөлек, оның орнын алмастыра алмайсыз. Өзіміз аға буын атансақ та, бала тәрбиесінде өз әкемізден көргенді, естігенімізді үлгі етеміз. Сол кісіден үйренгенімнің бәрін өз балаларыма көрсетіп келемін. Әкем өз әкесінен айырылғанда, небәрі 9 жастағы бала екен. Құмақтан құдық қазсам құлай берген, алдымда балам отыр Құдай берген, деп әндетіп отыратын. Оның тау тұлғасы ешқашан көз алдымнан кетпей дейтін атамыз туралы. Өзі ата-ана махаббатына толық бөлене алмай, жастайынан жетім қалған әкеміз бізге бар мейірімін мәпелеп өсірді. Кішкентайымнан мені үнемі жанына алып жүретін. Әрбір айтқан сөзімізге, іс-әрекетімізге ерекше көңіл бөлетін еді. Әкем совхозда бас инженер, сосын директоры болды. 5-не 6 сынып оқып жүрген кезім. Мен жазғы демалысқа шыққанымда қалдырмай қасына ертіп алады. Көбіне көлік жүргізушісін қалдырып, рөлге өзі отыратын. Даланың төсіне шыққанда машина айдап үйретеді. Мынау мотор, ал мынау коробка деп әр бөлшегін, әр тетігін түсіндіріп, қалай жұмыс істейтінін айтады, жаттатқызады. Көктемде көкмайса болып өсіп тұрған жусаннан бір түбін іздап қышылман ескейді, маған да ескетеді. Ата-бабаларың мекен еткен қасиетті мекеніңді қадір тұт деуші еді. Білмейм, барлық әке солай айта ма, жоқ па? Ол кісіні сағына еске алғанда сол сәттер ойыма оралады. Әкем жұмыстан келер кезде анам қол жуатын суын, орамалын дайындап қой дейтін. Сол арқылы өмірімізде әкенің рөлі қалыптасқан ғой. Ол кісі дастарқан басына келмей, еш қайсымыз тамақ ішуді бастамаймыз. Әкемнің үнемі айтып отыратын сөзі бар еді. Елге қадірлі болып, соңынан ұжымды ертетін адам алдымен өз отбасын егеру керек. Отбасында қадір қасиеті болу керек. Әкем 2023 жылы қайтты. Бала кезімізден бастап үйреткен осы тәлім тәрбиесі, өмір өрнектері тәрізді көз алдыма келеді. Біз іс-сапармен сыртта көп жүрдік. Өнер адамы болған соң гастроль, концерт жиі болады. Балаларымыз да өнерге жақын болды. Димаштың кішкентайынан бастап музыкаға қабілеті көріне бастады. Оның салған суреттері де музыка, өнермен байланысты еді. 5 жасынан бастап әлемдік масштабта үлкен концерт қоямын, үлкен сахнада өнер көрсетемін дейтін. Сол арманына бала жүрегімен сенді. Ол сенген соң біз де сендік. Түсінгенім, бала арманын шектемеу керек. Адымын ашу үшін бар мүмкіндік жасау қажет. Бала нені армандайды? Соны бірге армандап, бала армандаған дүниеге ата-ана да шүбәсіз сенуі керек. Сондықтан әр ата-ана үшін ең бастысы балаға сену, оны қолдау және дұрыс тәрбие беру. Себебі бала сенген дүниеге ата-ана да сенгенде ғана ол арман шындыққа айналады.